араб құл, арабтанып баратсыңдар деген әңгімелер тарап жатыр. Названы самые популярные имена для новорожденных в 2023 году. Среди девочек вошли имена Медина, Айша, Айлин, Асылым и Раяна. Рамазан, Алихан, Омар, Айсултан и Амир. Арабша дейді, яғни арабша емес негізі, түбі қазақтың аттары. Мұхаммед, Али деп қояды жаңағы. Как будто бұл бұрын болмағандай, а негізі бұрын бұл болған. Мысалға айтайық, Ахмет Байтұрсын, Ахмет түбі Мұхаммед, Ильяс Жансүгіров, Ильяс пайғамбар, Мұқағали Мақатаев, Мұқағали деген ол Мұхаммед Али, яғни Мұхаммед және Али. Міржақып Дулат, Міржақып деген Мір, Яқуб пайғамбардың. Менің атым мысалы, есім Қасым, пайғамбарымыздың баласын. Қазақтың тарихында даламыз үлкен болғаннан кейін, жан-жақтан керуендер жүргеннен кейін, көптеген мәдениетпен тоғысып араласқаннан кейін, бізге парсы, түркі, араб тілдері енген. Бұдан ешқандай бір араб танып, болмаса дін дегеннің қатысы жоқ. Ең бастысы, балаңызға мағыналы есім беріңіз. Статистика бойынша сіз балаңызға қандай есім берсеңіз, ер болды, ер болады, ер жігіт болды. Ал егер де балаңызға қиын бір болмайтын ат беретін болсаңыз, онда балаңыз сондай жаман халде болуы мүмкін. Балаңыздың мықты болуын ойласаңыз, ең әуелі туылмастан бұрын оған жақсы есім дайындап қойыңыз.